мерекелеріңізбен, аналар күні. Бұл мамасына қайда? Үшеуін ал дедің ғой енді, үшеуін алдым ғой. Общаға сияқты ғой, даже общаға де келмейді. Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Біз харекеттік қорынан боламыз, айтқан шығар сізге сбор түсіреді деп. Осы екі не өлмей, теге? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар, амансыздар? Қош көрдік, есіміңіз кім болады? Лаура болады. Қанша бала шағаңыздар? 9 балам бар. 9 бала? Мәссаған. Папаларыңыз жұмыста? Жоқ, қайырлық болдық папамыз. Иман болсын. Неден айтсын? Жол апатынан қайтыс болды. 5 ай енді болды. Бөбейіме 4 ай болады. Ол кезде ішімде болған. Папасы аварияға түскенде мына ұлым қасында бірге болған. Больницадан больницаға қарады. Қазір шүкір уже балдақпен жүреді бұл балам. Мына жерде андай атмосфера болып кетті ғой. Өте қиын атмосфера ше. Негізі мен алда мейрам келе жатыр. Кішігірім гүл алып келіп едік, соны алып келе салшы. Мерекелеріңізбен, аналар күні, мереке, Ранелия, құтты болсын, мерекеңіз шамалы мерекелік көңілге сыйлап қояйық, настроениені түсірмеңіздер. Сіздің есіміңіз кім? Гаухар. Құтты болсын. Алғашқы гүлім балып жатқан. Кім берді гүлді? Жаным. Папам беретін беді? Жаным, нешедесің? 11-де. 11-де? Міне саған 11 штук осындай әдемі гүл, тюльпан. Сен есімің кім? Алтынай, саған да гүл берейін ба? Сап-сары міне балапандай өзіне гүл. Сенде жылағың кеп тұр ма, жаным? Көп жыламаңдар. Алла жеңілдігін берсін. Бұл мамасына қайда? Мен де үшеуін ал дедің ғой енді, үшеуін алдым ғой мен. Мамасына деп бөлек жақ жүрдің бе бұл? Жоқ, болды. Қыздарым алса болды ғой. Не береміз? Білмеймін мен енді. Өзің қарап көрін. Жоқ, болды, ренжімеймін. Мен балық қыздарым алса болды ғой. Сізге онда харекет қорынан осындай баспана сыйлайық. Тоғыз балалы анаға харекет қорынан баспана. Харекет қайырымдылық қорына каждый жұма сайын садақамыз салып отыратын. Ана елдер ұялып атса, өзім бірге қуанатынмын. Bir кез айтатын, мына қыздар, мамамна күшті ғой, күшті беріп жатыр деп. Соны айтатын, бұл деген жаңа папалар жоқ, мамалар жоқтарға беретін, жағдайлар жоқ деп. Енді біз осындай жағдайға түсеміз деп ойламадық. Табыстауға рұқсат етіңіз енді. Кішкентай баланың қолыңызда. Келіңіз. Ұл ма бұл? Бұл бала, иә. 9-шы баланың несібесі, машалла, харекет қоры білесіздер. Үйдің бәрі полностью дайын. Сондықтан қазір бәріміз бірге сол үйге кіреміз. Қазір барамыз ба? Қазір премия. Шүкір Аллах. Рахмет көп. Ойбай, мына залда секіресіз бе?